Бисмилля. Енді Ақжол мынау суреттегі 1997 жылдары түскен сурет. Осы сәтте осы жарыс туралы айтып берсеңіз, жалпы сол жылдарда барып жүрген жарыстар, сол жерде әкемнің рөлі қандай еді? Бұл суретті мен көріп, мен де қатты толғандым. Бұл сурет бар жоғында білмеген екен. Сол мен 90 жылдар біз ауылда сондай бір жалпы бір үрдіс болды сондай. Спортқа деген құмарлық, волейбол, футбол, әсіресе футболға сол қатты қызығып біз сол құмар балдар жиналып, ұйымдасып, өзіміз стадион жасап, қолдан сол жоға жақтан қырманың төменгі жағында ұстахананың орындары деймін сол. Қазір бар жоғын білмеймін. Соған өзіміз, ешкім оған істеп жатсың ба деген адам жоқ, жәрдем жоқ. Өзіміз қызығып, тауып, ұйымдасып, стадион жасап, ворота жасап, доп әкеліп, формалар тауып, сонда бір аудандық деңгейінде үлкен бір жарыстар болады. Соған енді құмар балдар жиналады, бәріміз енді 30 жас пен 15 жастың арасы ма, сондай бір деңгейде ғой. Сөйтіп, мен де аса бір бала емеспін ол кезде, бірақ сонда да болса, өзім жастайынан құмармын. Сонда соның бәрі қалай болғанда, соның бәрінің басында бір ұйымдастыратын біреу керек те. Сонда Тәжман көкеміз енді соның қайнаған ортасында жүрді. Осының қалай араласып кететінін білмеймін. Сол келіп, сол кісі күйіп, пісіп, ол кісі жан-тәнімен кіріседі ғой. Өзі спортқа да құмар, өнерге де құмар, жан-жақты адам ғой енді. Сөйтіп, сол кісі біздің тренеріміз, сол кісі біздің басшымыз, сол кісі ұйымдастырушымыз, енді оны команда дайындап, оны жасақтау өз алдына, енді ол жарыс біресе Ақжарда болады, біресе Қазығұртта болады, ол бүкіл аудан көлем, облыстың көлеміне шығып кетеміз кейде. Оған көлік керек, көлік тауып, оған құятын майы, анаусы, мынаусы, ол оңай жұмыс емес. Соған барып, ай сайын, 2 аптада бір рет, оған бір турнир сияқты ол жылына өткен жалғасады. Соған біз сондай бір кезін есіме түсіп отыр. Сонда біздің бастығымыз, жаттықтырушымыз, кәдімгі сол Тәжбан көкеміз ғой, сол адам таңғалатын нәрсе. Жанкештілік керек оған. Соны сөйтіп, енді бізде бір-ақ кемшілік бар, жаңағы профессиональный біз неден дайындықтан өтпегенбіз. Сонда біз қатысқан жарыстарда профессионал футболистер де болды. Сондай командалар болды. Солармен біз тайталасатынбыз. Біз енді оларды жаңағындай көрініп тұратын олардың артықшылығы. Комбинациялар жасайды, біз ондай жасай алмаймыз, бірақ бізде бір қабілет бар, талант бар. Солар жеңе алмайтын, солар бізді бір гол салып зорға жеңетін. Ал олар өте дайындықтан өткен кәсіби футболистер болатын. Сонда біз өте қабілеттіміз да, бірақ бізде тек профессионалды дайындайтын адам болмаған ол жерде. Сондай керемет кезеңдер. Соған өте көп күш керек, дайындық керек. Бірақ енді оны біз жіберіп жатқан ешкім жоқ, сол жаққа бар деп жатқан ешкім жоқ. Бәрінің үйінің тіршілігі бар, жұмысы бар. Соның арасынан соның орнын тауып, уақыт тауып, әйтеуір алып болып, сондай кезең болатын. Жалпы Тәжман көкеміз ол тек бір футбол емес, жалпы бұл не үшін ол кісі ол жерде жүр деген сұраққа мен жауабын былайша білемін. Ол кісі көптің адамы. Көпшілікте қандай мәселе бар? Ол спорт бола ма, құдай тамақ бола ма, бірдеңе ұйымдастыру керек па, мектеп салу керек па, спорт зал салу керек па, бір мәселені шешу керек па, сол жерде сол кісі жүреді. Ол кісіні ешкім шақырмайды, бәлкім. Бірақ ол кісі неге келеді? Ол өзі жаратылысы сондай, көптің адамы. Абайда айтады ғой, жаңағы көптің тілеуін, Құдайдың өзі не көптің тілеуін береді дейді ғой, сондай адам еді. Енді өмірінің аяғында да соны мен дәлелін көріп отырмын ғой, сол жаңағы дүниеден өтердің алдында ол кісі сол естім, ойбай не дейсің, мешіттің жанында тағы бір сондай бір құдай тамақ істейтін бірдеңе соғып жатыр екен. Ойбай кім неғып жатыр? Ойбай ол жерде Тәжман жүр. Мына кісі өзі шаршамайды бұл кісі. Бірақ таңғалмаймын, ол кісінің жаратылысы сондай. Ол қарап жатпайды. Футбол ма, асар ма, мешітте бірдеңе соғу керек па, бір сондай көпшілік жүретін жерде ол кісі жүреді. Бұл үлкен қасиет. Бізде қазір көп адамдарда жоқ. Қазір біз мынандай кетіп отырмыз ғой, индивидуализм, әркім қара басын қамы деген. Қара басын қамы деген дұрыс, бірақ бәріміз қара басын қамына кетсек, көптің жұмысы ақсап қалады. Сондай көпшіл адамдар керек. Ол кісі ол жұмыстарда жүргенде ақша алмайды, ол бір шаршадым демейді, жалықтым демейді. Ол одан кейін жан тәнімен кіріседі. Айқайласатын жерінде айқайласын, ұрысатын жерінде ұрысып, сол кәдімгі өзінің бір жұмыс күйіп бара жатқандай болып жүреді. Ол сонан доптан бастап,
сол үлкен жұмыстардың бәрінде сол кісі жүреді. Ол кісі менеджер, ұйымдастырушы, жанкүйер, ауылға, халықтың ісіне сондай қасиетті адам. Енді сол жарыстарда сіздерді қалай, мысалы, кейбір жігерлендірген немесе бір сондай оқиғалар бар ма? Мысалы, жігіттер бәйгесіз, жүлдесіз қайтпайық деген сияқты. Ол кісі енді сол ғой, ол қарап жүрмейді ғой, біз тек дайындамайды, ол жігерлендіреді, ауыр сөздер айтады, ұрсады, не қылады. Одан кейін ана жерде барғаннан кейін жарыс болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Біреулер жаңағы бармақ басты, көз қысты болады. Солармен қырылысып, ұрысып, қызыл кеңірдек болып таласып жүріп, кешке сол шаршап қайтады ғой бізбен бірге. Ол кісі енді ол кезде 40-тарға барып қалған адам болу керек енді баласы. Доптың ол допқа шың, ол үйдегілер жаңағы бала шағасы, әйелі сен допқа барып қойды, тәжімен деп жүріп жатқан шығар, бірақ сол ол кісі отыра алмайды оны. Соған қаны қызып, соған барып, қырылысып, ол міндетті түрде ол сондай болады, ол жақта. Конфликт болады. Сол үлкенімен де, кішісімен де, бұзығымен де, хулиганмен де бәрі қырылысып, кеңірдек жыртысып, сөйтіп қайтады ол кісі. Мысалы жаңағы бірақ ол кісі не қылмайды, ол әділетке жүреді. Ол бет алды маған не қылып бер демейді. Бізге сондай жасалған кезде сол кісі сөйтіп сол алып жүреді да. Сол кісі болмаса сол бізге бірден кем болып тұрады да, біз бара алмай қалуымыз мүмкін да. Сонда ол кісі жетпей тұрады. Өзі доп ойнамайды ол кісі, бірақ ұйымдастырады, соған жаны күйіп, кәдімгі бір өзінің отбасының бір тірлігі күйіп жатқандай болып күйіп пісіп жүреді да. Енді әкеммен бірге жүрген кезіңіздегі бір ерекше бір оқиға бар ма, немесе мына несіне риза болып жаңа айтып жатсыз ғой. Мен енді Тажбан көкемді айттым ғой, мен өткенде осыны естіген екен ойландым. Мен ол кісіге менің қатынасым жалпы тек ол кісіге емес, жалпы балалары бар. Мысалы мен жалпы сол тайтелиевтер отбасына деген менің көзқарасым ерекше. Ол ауылда сондай болған. Оның мағынасы тереңде жатыр. Ол тек бір жаңағы бір тірліктер емес, жаңағы спорт жағы емес. Ол да бір ерекше нәрсе, бірақ оның түбінде үлкен мәселе. Сол ерекше құрметім бар. Оның себебі біреу-ақ ол иманға кетірілді. Иманға кетірілді. Себебі сол Тажбан көкемнің отбасы. Тайтелиевтер деген үлкен әулет қой. Соның үшін мен Тажбан көкем отбасына ерекше қатынасым сол. Ол кісінің отбасын мен иман деген онымен байланыстырамын. Себебі тұңғыш рет мен өзім 98 жыл намазға жығылдым. Алланың қалауымен. Сол кезде, сол 98 жылы ол кісінің Файзулла деген баласы біздің тарихта болмаған, біздің өңірде, сол төңіректе болмаған Стамбул деген шаһарға не дейсің, Тажбанның баласы Құран оқуына кетті дегенді біз естік. Ондай діннің өзі енді келіп жатқан кез. Сол бізге үлкен әсер етті. Қалай кетеді ол, не істейді, қалай оқиды. Соған қызықтық, бірақ енді түсінбейміз. Әйтеуір жолым болған, мен кеткен. Соң 98 жыл Файзулла келді. Содан бастап 2 күн бұрын мен сол үйде болдым. Тажбан көкем шақырады, мен барам. Файзулламен әңгімесі қызық. Файзулла кеткен, Файзулламен сабақ берген өзім. Мен ұстаз болғам, содан кейін ол мүлде басқа адам болып кетті. Мүлде басқа адам болып кетті. Оның жүріс-тұрысы, сөйлесі, қозғалысы. Сонда мұсылман деген басқаша болады деген біз көзімізбен көрдік. Бізге көретін үлгі жоқ ол кезде, адамдар жоқ, реально сондай оқып келген. Сонда арнайы оқу, әсіресе Стамбул деген үлкен жер ғой, ол Стамбул деген шаһар. Сол жерден сондай мені таңғалдырған, қалай бұл өзгеріп келген. Мен оған сабақ берген, ол ондай емес тұғын. 2 жылда Құран оқығанда қалай өзгеріп кеткен болды. Не әсер етті, қандай күшті оқып, оның мұғалімдері қандай күшті деп